Енді қыздар, 4-ші сабақ қалай заказ саламыз. Сайтқа кірдіңіздер. Міне, корзиналарыңыз пустой. За покупкой деп кетеміз. Бірден мына жерде жиі сатып алатын товарлар ішінен кіріп, бірден бүйтіп корзинаға салсаңыздар болады. Мысалы, зубный пастаны, каштангель. Не болмаса, мына менюға басасыздар. Поиск деген жерге, мына жерге не іздедіңіздер? Мысалы, календула. Календула деп жазсаңыздар, уже календулаға байланысты барлық товарлар. Все результаты десеңіздер, не? Мысалы, маған сабын керек, сабын қойдым. Не болмаса, мына жерде артикл нөмірін білетін болсаңыздар, қағаз каталогтан, мысалы, жазсаңыздар болады. 1170. Шампунь. Пробниктар. Пожалуйста, сал қойсаңыз болады. Яғни, на поискке артикл жазуға болады, поискке атын жазуға болады. Каштан. Каштандар шығып жатыр. Түсінікті ғой, Не болмаса, мына жерде макияж, аромат, уход за кожей деп тұрады ғой. Солардың ішінен кіріп заказ берсеңіздер. Мысалы, сізге макияж лица керек болып тұр, Не керек? Хайлайтер керек болып тұр. Любой тоналка керек болып тұр деген сияқты, профессиональный тоналканы аламыз. Корзина. Енді корзинаға салған заттарымызды тексерейік. Зубный паста, артикул нөмірі, балы, граммы. 16 балл, 13 балл. В общем, 94 балл болып тұр екен. Бізге керегі, мысалы, 55 балл. Уже 59 балл болды. Мында балл жоқ. Бір зубный паста, бір каштангель, бір шампунь, бір сабын и кішкентай каштангель. Давайте мынаны алып тастайық. Қарақойшы, тағы бірдеңке қосайық. Зубный паста, шампунь, сабын, каштангель қостық. Тағы не қоссақ болады? Твой дом. Большая стирка акрик. И ыдыс-аяқ жуатын алайық, Большая. Твой домның үстінен көреміз. Вот, пожалуйста, ыдыс-аяқ жуатын алайық. Енді тексереміз, қанша балл болды. Зубный паста, шампунь алдық, сабын алдық, каштангель алдық. И ыдыс-аяқ жуатын алдық. В общем, ровно мне 55 балл болды. Продолжить деп басамыз. Акция жаққа өттік. Акция жақта, егер акциядан бір нәрсе алғыңыз келетін болса, осы жерден бассаңыздар болады. Енді қараңыздар, сумма заказа белорусских рублях жазылып тұр. Вес 1,5 килограммдай примерно. Сервисный сбор қосады. Скидка қанша минусоваться етілді, соның бәрі жазылады. Қанша балл екені. Продолжить деп басамыз. И на жерде выбрать страну Казахстан, выбрать способ дегенге. Бізде пункт обслуживания фармаси деген бар. Пункт выдачи Казахстан консолидация бар. Пункт обслуживания фармасиді таңдайтын болсаңыздар, всегда новичоктардың доставкасы, бірінші доставкасы тегін болады. И пункт на жерде ПОФ Алматы деген таңдайсыздар.
и мына жерде міне жұмыс жасайтын кімге звондайсыздар, сол адамның телефон номері бар жатады. И оплатить позже дегенді басасыздар. Все. Оплатить позже дегенді бастық. Мына жерде объемный скидкадан қанша алынғаны барлығы жазылып тұр. Қазір. Все. Енді 24 сағаттың ішінде сіздің заказыңыз төлену керек. Егер төленбейтін болса, өшіп қалады. Заказ салдыңыз, е? Бұл 4-ші сабақ. Қазір қалай төлем жасау керек екенін үйретемін.